Коронавирустың генетикалық коды жарияланғаннан кейін өткен жылдың қаңтарында ғалымдар вакциналарды жасауға кірісті. 10 жылда жасайтын вакцинаға 12 ай кетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жалпы вакцинация үшін Ресейден, Қытайдан, ақш-тан, Ұлыбританиядан, Үндістаннан және Оңтүстік Кореядан 15 дәрі қабылдады. Оларды ірі фармацевтикалық концерндер мен биотехнологиялық компаниялар және ғылыми орталықтар әзірледі. Бұлар ковидке дейінгі уақытта өлімге әкелетін вирустарға қарсы препараттар шығарған болатын. В основе лежит огромное количество исследований. Мұның негізінде вакцинаның тиімді қауіпсіз екенін дәлелдейтін ондаған жылдар жатыр. Ешқандай компания вакцина жасау үшін миллиардтаған қаржы жұмсамайды. Сондықтан вакцина дайындайтын компаниялардың бұрыннан келе жатқан көп жылдық тәжірибесі бар. Айталық бір апат орын алды да, артынша интернетте түрлі фейк ақпараттар қаптап кетіп, халық шынында сергелденге түседі. Сол себепті адамдарды әлде тыныштандыру керек. Қазақстан COVID-19-ға қарсы вакцина шығаратын мемлекеттердің ондығына және өз әзірлемелерін тіркеген елдердің бестігіне кірді. Отандық вакцинаның толық қауіпсіздігі дәлелденді. Ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізіміне енгізілді. Вакцина коронавирусы инфекцияға қарсы тұрақты иммунитетті қалыптастырады дейді ғалымдар. Белсенді емес вакцинаның артықшылығы бұл вакцинамен байланысқан ауруларды тудырмайды. Сонымен қатар препаратты сақтау шарттары тасымалдауды жеңілдетеді. Әр ампула тек бір адамға арналған. Она будет инактивированной. Вакцина белсенді болмайды. Инактивті вакцинаны біз бұрыннан білеміз. Қазір ол жерде КВИ вакцинасы өндіріліп жатыр. Бұл базада бұрын басқа да вакциналар шығарылған. Яғни бұл институтқа деген сенім өте жоғары. Бастысы, біз халық арасында қолданылатын кез келген вакцинаның қауіпсіздік әрі тиімді екенін тиісті назар аудартуға күш саламыз. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі жыл соңына дейін 6 миллионнан 10 миллион адамға дейін вакцинациялау жоспарлап отыр. Сондай-ақ халыққа вакцина қорын осы кезең ішінде жеткілікті түрде қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Пандемия ұзаққа созылған сайын қоғамның вакцинация туралы пікірі бір жақты болмай сан-саққа жүгіруде. Өйткені көбісі жанама әсерлерден қорқады. Адамдар қысқа уақытта тез жасалып шыққан екпенің қаншалықты қауіпсіз екендігін және ықтимал жанама әсерлері жеткілікті түрде зерттелді ме, соған алаңдайды. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы және ғалымдар вакцинаны қауіпсіз деп сендіріп отыр. Сондықтан ғаламдық індетті жеңу үшін адамзат ұжымдық иммунитет қалыптастырғаны жөн.